Елбасы Қазақстан Республикасының экономикалық әл-ауқатының арттыру мақсатында шағын және орта кәсіпкерліктің дамуына ерекше көңіл бөлуде. Осы уақытқа дейін ел экономикасының индустриялық инновациялық дамуды жүзеге асыру мақсатында көптеген шаралар жүзеге асырылып, арнайы мемлекеттік бағдарламалар қабылданды. На сегодняшний день существует помощь предпринимателям. Бүгінгі таңда кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан көптеген бағдарламалар арқылы көмектер көрсетілуде. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы облыстағы 619 кәсіпорын 62,7 миллиард теңгеге қосылған. Было реализовано 619 проектов. Шағын және орта кәсіпкерлікті жұмыспен қамту 2020. Бизнестің жол картасы 2020, өндірісті дамыту, агробизнес 2020 сынды мемлекеттік бағдарламасы аясында көптеген кәсіпорындар өз жұмысын жасап отыр. Осындай қолдаудың арқасында ел экономикасының дамуына үлес қосып, жүздеген жанды жұмыспен қамтып отырған кәсіпорындардың бірі Жамбыл гипс акционерлік қоғамы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа үлкен алғыс білдіреміз. Жамбыл гипс акционерлік қоғамы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы 75 миллион теңге алды. Жаңа цех жұмыстары үшін бұл қаражат үлкен көмек болып отыр. Сондай-ақ шағын кәсіпкерлікті дамытудағы мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған көмектің бірі оларға несие беру болып табылады. Ауылдық жерлерде кәсіпкерлерді қолдау және ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілерге қаржылай көмек көрсету мақсатында облысымызда құрылған 10 ауылдық несиелік серіктестіктер тарапынан 2016 жылдың басынан аудандардағы шаруа қожалықтарына 662,5 миллион теңгенің несие қаражаты берілген. Өзінің өміршеңдігін көрсеткен бағдарламалар аясында тірлігін тіктеп, жемісті еңбек етіп отырған азаматтар дамыған 30 елдің қатарынан табылуымыз елбасының сындарлы салиқалы саясатының оң нәтижесі дейді жеке кәсіпкерлер. Жетпеген тиыныма да өкіметтен ақша алдым. Оған да рахмет, көмегім берді. Құдайға шүкір деймін. Міне тірлігім бар. Жаман емеспін. Міне халқымның арқасы, тамағымды ішіп әйтеуір. 2016 жылдың 1 маусымына облысымыздың тіркеуге алынған шағын және орта кәсіпкерлер субъектілері бойынша жұмыс атқарып отырғандардың жалпы саны 59.308 бірлікті құрап отыр. Оның ішінде 4.031 заңды тұлғалар, 56-сы орта бизнес, 39.586 жеке кәсіпкерлер, 15.635 шаруа қожалықтары. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінде жұмыспен қамтылған адамдар саны бүгінгі күнге 126.873 адамға жеткен. Немесе облысымыздың экономикалық белсенді тұрғындарының 23,5% құрап отыр. Жансұлу Дүйсенәлі, Марат Таубаев, 7-7 Ньюс.